Көрермен, қайырлы таң, ары қарай жалғастырамыз. Енді таныстыра кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі қонағымен, қазіргі кездегі әлеуметтік желідегі ең танымал каверлердің, хиттердің авторы деп айтсақ болады, Кенжебек Нұрдолдай бүгін бізде қонақта. Әнші, музыкант, талантты жігіткен, жеке қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Көргенімізге қуаныштымыз. Сіз қалайсыз? Мен де қуаныштымын. Мен деген, Аллаға шүкір, бәрі дұрыс қой. Настроением деген күшті, тек ұйқымаған ол. Ұйқымағанбағамыз алыс жолдан келдіңіз қойдың, Иә, сол мен өзім бір іс-шарамен Қарағандыға барып келген тұм. Сол түнде 2:30-да пойыздан түсіп. Мәссаған. Содан үйге жеткенше 3:30 болды, сонымен өзі. Бір сағаттық ұйқымен жүрмін дейсіз ғой. Келгеніңізге рахмет айтамыз. Енді мына шығармашылық жайы айтайықшы. Бізде бәрі жақсы, енді шығармашылық кавер деп жатырмыз ғой, керемет. Ескі әндердің өзіне екінші өмір беріп жатқан Кенжебек деген әлеуметтік желіден оқыдық. Енді ол каверлерге келетін болсақ, негізі мысалы бізде именно осы Қазақстаннан шыққан әншілер қазір көбейіп жатыр да. И менің ойымша, енді көп ойлана келе, ескі өлеңдерді постоянно еске алып отырасың ғой, тұрақты түрде. Содан кейін жаңағы енді адамдарға кішкене бұрынғы сәттерін есіне түсірсін деген ниетпен мен жаңағы сол каверлерді жазам. Қысқа болса да, өзіміз бәрін түсіріп қолдан. Азыздан болғасын ба тәттірек сияқты, шынымен де бір ностальгия болады. Ұзыннан берсең ол намай Тыңдамайды қалу мүмкін. Құрметті көрермен, біз әңгімемізді міндетті түрде жалғастырамыз. Біз дәл қазір өнерін тамашалаймыз, әнін де тыңдаймыз. Енді дәл қазір құрметті көрермен осы кішкентай балаларды арнайы құрметті көрермен кешірім сұраймыз. Дәл қазір жаңалықтар, ауа райы болжамы және шағын жарнама, содан кейін қайтып ораламыз. Эфирде қайырлы таң, Қазақстан бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Құрметті көрермен, еске сала кетейік, бүгін бізде керемет кавер орындаушы, әнші, музыкант, композитор Кенжебек Нұрдолдай. Баған бері сұхбатта айта кетті, осы кавер орындаушы деген сұхбаттың әннен бастайық деп отырмыз. Бізде көрермен де Кенжеге қандай ән орындаймыз? Мен сіздерге дәл қазір Батырхан Шөкенов ағамыздың «Твои шаги» деген әнін орындап берсем деген ойдамын енді. Қабыл алыңыздар. Я приду на край заката, ожиданием распятый. Навсегда забуду день, что потерял. Научусь себя не слышать, научусь себя не видеть. Как будто в мире больше нет меня. Я каждый день встречаю на алтаре печали и цветы целую, что любила ты. И днями, и ночами, часы не замечая, снова жду твои шаги, твои шаги. Кенжеге осы кавер деп жатырмыз ғой, сіздің әлеуметтік желіде, инстаграмда, ютубты байқадық. Санайын десек, саны да көп деген. Қанша жастан бастадыңыз негізі кавер жазуды? Мен негізі жалпы осы инстаграм, ютуб желісіне келгенім өзі көп емес. 2017-тен бастап сала бастадық қой видеоларды жалпы. Бірақ ең бірінші жаңағыдай әлеуметтік желіге танылғаным кезім 2019-20 жылдардан басталды. Өйткені TikTok деген желі пайда болды. Сол жерге мен жай ғана өзім видео сала беретін. Менде 77-ақ подписчик болған ол кезде. Қазір қанша? Қазір 260 мыңнан астам. Бұл енді жетістік. Иә, Аллаға шүкір әйтеуір. Сол қолдан келгенше жасап жатырық та. Бұны негізі біз андай адамдарға ұнау үшін, болмаса жалпы көрерменмен андай внимание дейді ғой, сол үшін салған жоқпыз. Бұны ең басында жай ермек үшін, өзім үшін салып жүрген болатын. Ол қалай танылып кеткенін өзім де білмей қалдым. Танымалдылық
топ бір етесіз уақытта ғой өзіме дейсіз келді, иә. Енді Кенжебек айтыңызшы, жаңа айтып жатсыз. Пойызда келе жатып, ән шығардым деп жатсыз. Қалай ән келеді? Яғни композитор екеніңізді айтып отырмыз, білеміз. Бүгін тіпті тұсаукесер болайын деп тұр, иә, әніңізді тыңдайын деп тұрмыз эфирден. Айтыңызшы, қалай келеді ол композиторлық? Яғни бір музыканы естисіз бе? Неден шабыт аласыз? Жалпы негізі ол айналамда болып жатқан нәрселерден тұрады негізі менің әндерім. Мысалы, қазіргі айтайын деп жатқан әнім жаным мысалы. Мен кезінде деп қандай бір әнгі сияқты айтып отырмын ғой кәдімгідей. Енді әртүрлі сезімдер болады ғой әр адамда. Ғашық боласың, болмаса болмай қалады, или кейде болып кетіп, үйленіп кетіп жатасың деген сияқты сондай оқиғалар. Енді менде балалық махаббат десем де болады, махаббат болды. Содан кейін бұл өлең шықты. Ал пойыздағы өлең ол жаңағы әлем туралы өлең, жаңа мен айтып отқан. Ол өлеңді мысалы мен жаңағы Қарағанды қаласына барып, сол мерейтойларды көріп, енді өзім жақсы көретін қалам ғой. Ол қалада мен сүйегім қатайды десем де болады, мысалы, шыны керек. Сондықтан еске түсіретін нәрселер көп, жаңағындай. Мектеп кезім сол жерде өтті. Соның бәрін еске ала тұра, енді жалпы сұрақтар болуы мүмкін. Болмаса, мысалы, сіздер болуыңыз мүмкін, менің әнім себепкерлерім, мысалы. Болған оқиғамен жалпы байланысты. Болған оқиғамен байланысты. Әннің сөзін де өзіңіз жазасыз. Иә, сөзін де өзім жазамын, музыкасын да бәрін. Сондай бір және естуіміз бар, сізде бір жазылған бір 7-10 шақты ән өшіп қалған екен. Иә, өшіп қалды. Өйткені осы енді екі мемлекеттің арасындағы кикілжің дей ма, не дейді енді, қалай айтады оны. Соның салдарынан менің әндерімді өшіріп тастаған болатын. Бірақ енді қазір желіде 3 өлең бар, әлеуметтік желіде. Ары қарай сала береміз, Алла жазса. Тамаша, сәттілік тілейміз. Әннің өзі бір жазу ішінде болатын бір оқиғасы жан-жағын бәрі әсер етеді. Мынау жаным деген ән. Тағы да үшінші ән қандай болды сонда? Үшінші ән керек емес деген өлең болды. Ең популярный өлең. Енді ол да махаббатқа байланысты ғой. Болмай қалған махаббат десем болады. Өзі 21-де дейсің, болмай қалған. Әлі жассың ғой, көретін өмірің алда десейші. Үлкен кісілер сөйтіп айтатын біз жалпы. Расымен дұрыс қой, әлі шығатын әндер, әлі қызықтар, әлі алда. Әлі алда, иә. Енді жоспар қандай? Кенжебек, алда қандай каверлерге жазғың келеді? Қандай жалпы жоспарың бар? Енді менің көп жоспарларда айта бермейтін әдетім бар жалпы. Бірақ ең крупный бір жоспарымды айтайын. Алла жазса, алда Америкаға бару ойда бар. Америкаға барып, әлемді бағындыру ойда бар. Ақырындап сол мақсатқа біз келе жатырмыз. Қазір талмай еңбек етудеміз. Керемет, арманыңыз биік болсын. Иә, орындалсын дейміз, тек сәттілік. Енді бізде құрметті көрерменге дайындаған қазір осы талантты жастарды шыңдап жүрген көптеген арнайы оқу орындары да бар. Сондай бір жастарымыз дайындап жатқан керемет бір ерекше академия бар, құрметті көрермен. Соған бір үзілейік, кейін біздің Кенжебектің әнін де тыңдайтын боламыз. Осы ғана керек, қазір бізде бәрі керемет. Тіледім айырмасын екен деп бізді жарығым. Сен берілген маған береке, соңына жаным менің ереке. Жылуын аямай төге береді бізге жарық күн. Сүйемін сені жаным, бұл менің бағым, бұл әсем әнім. Жүрегімді тербейді, болшы менің таңым, менің музам ойларым, толқындай ағын тербетші сен мені. Бізге осы ғана керек, қазір бізде бәрі керемет. Тіледім айырмасын екен деп бізді жарығым. Сен берілген маған береке, соңына жаным менің ереке. Жылуын аямай төге береді бізге жарық күн. Сүйемін сені жаным, бұл менің бағым, бұл әсем әнім. Жүрегімді тербейді, болшы менің таңым, менің музам ойларым, толқындай ағын тербетші сен мені.
құрметті көрермен, еске сала кетейік, өздеріңіз көрдіңіздер, өзінің әні мен өзінің сөзіне жазылған Кенжебек Нұрдолдай. Тамаша ән, керемет, көп рахмет Кенжеке. Уақыт бөліп келгеніңізге, алыс жолдан келіп, бізге каверді ән жазып, тамаша өзіңіздің авторлық әніңізді орындағаныңызға. Рахмет үлкен. Кенжебек тағы да алғысымызды білдіреміз. Тағы да студиямызда күтеміз міндетті түрде. Ал құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. 1 сағатта зу етіп өте шықты. Біз сіздермен қоштасамыз. Алдағы демалыс және мерекелік демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Тек жақсылықта жолығайық. Әр шаңырақта Еуразия бірінші арнасы қосылу болсын.